Күн жақсылыққа толы болсын, қымбатты көрермен. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Біз одан әрі қызықты бір мамандықпен таныстырайық деп тұрмыз. Себебі өзіңіз көріп жүрген экшн киноларда, экшн сахналарда өмірлерін қауіпке тігіп, сізге керемет эмоция сыйлау үшін кинода тіпті актерларды дублер болып ауыстырып жүретін ол каскадерлар. Бүгін бізде қонақта Алмат Тұрлыбаев пен Жандос Исаев. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс сіздерге. Негізі енді каскадерлер десе, көп жағдайда біз осы интервьюға келіп, бір елдің алдына шыққысы келмейтін адамдар деп ойлап жатамыз ғой негізі. Сіздер өздеріңіз жайлы айтсаңыздар, қашаннан бері бұл саладасыздар? Өзіңіз әбеке? Біз кіргелі екеніміз бірге бастадық 2014-тен бері. 2014. Иә, 2014-тен бері бастадық, бірге салатымыз. 10 жылда түрлі сахналар болды. Көбіне шет мемлекеттік, шетелдік киноларға түсесіздер. Иә, көбінесе Мысыр мемлекетінде жұмыс істейміз көбінесе. Сол жақта да болдық. И Өзбекстанда тоже болды, байқылы жұмыс еттік тоже. Неге каскадерлық? Өзімізге ұнайды, ұнағаннан кейін түстік. Оғанда енді көп адам түсе бермейді оған. Әрине, кастинг. Кішкене мінез бар, характер бар, адамдар түспесе. Ең бастысы қызығушылық қой бұл салаға келудегі ең бірінші қызығушылық. Мысалы, бала кезде әркімнің кез келген бала трюкқа, неше түрлі жағында қимыл әрекеттерге қызығады. Қарапайым кинодан да сол. Мен өзім мысалы бандамды көріп өскенде жасап көргіміз келеді, сол уақыт өте келе бір спортқа бейім болғандықтан, жақсы көргендіктен, жалпы ең бірінші жақсы көргендіктен келдік деп ойлаймыз. Қызыққаннан кейін. Иә, себебі жақсы көрмесе бұл жерде денсаулығың мен бәсті кетсін ғой былай қарағанда, иә? Сіздерде бір жарақат алған кездер болды ма? Бір өкініп қалған деген сияқты, осы неге осы салада жүрмін деген сияқты? Жаңа ең басында айтқандай біз қызығушылықпен келдік. Ең алғашқы жылдары жаңа тәжірибеміз аз кезде, осыдан бір 19-10 жыл бұрын Өзбекстан мемлекетінде бір Әмір Темір голливудтық бір жобада жұмыс істедік. Сол кезде енді тәжірибе аз, өзіммен 19 жасында келгем каскадерлыққа жаңа айтқандай. И содан тәжірибе аздықтан бір трюк жасап жатқан кезде қолымды сындырған сәтім болды. Енді ол кезде бірақ қол сындыру менің ары қарай жаңа каскадерлық жұмыстарымды жалғастыруға кедергі жасаған жоқ. Қызығушылықтың себебінен деп ойлаймын. Сол кезде бір сондай жағдай болды. Одан кейін қалғандары кішігірім жарақаттар. Жалпы болып тұрады бұл салада. Болады, иә. Мен өзім 8 метр высотадан трос самай қалып кеткен кезім болды. Құлауым? Иә. И мен ойладым, аяғым кетіп қалды деп ойладым, сынды деп ойладым. Жоқ, Алланың несімен ондай болған жоқ енді. Бірақ болды. Ондай нәрсе болып тұрады бізде. Мәссаған, енді өміріңізді қатерге тіккеннен кейін бір жақсы қаражат төлене ме негізі? Төленбейді деп айтамыз, төленеді. Бірақ көбінесе Қазақстанда оны ақша бере алмайды. Бұл деген әлі каскадерларды дұрыс бағаламай тұр дегенсіз ғой, иә, негізі? Ондай нәрсе бар. Бізде көбіне киноларды қазіргі таңда енді каскадерлықта қалайтын кинолар аз ғой. Көбіне шетелдік көріп жатыр, қымбатты көрермен. Мынау өзіміз, қай жерде болған? Мынау Мысыр мемлекеті, Акаба қаласында. Бұл Мысыр мемлекетінде болған, Мысыр мемлекетінің жобасы бұл жерде. Бірақ Иордания дейміз ғой. Иорданияда болған. Біз сол жақта бір үлкен проектке дайындалып, соңында бұл проект белгілі бір себептермен кейінге шегерілді. Бұл сол кездегі дайындық кезде мен мынаның бәрін өзім түсіргем. Бізде енді әртүрлі болады, қылышпен, атпен, жалпы тарихи фильмдер болатын болса, соған сай барлық нәрселерді жасаймыз. Трюктар болсын, соғыс төбелес сахналарын барлығын қоямыз. Заманауи кинолар болатын болса, біз ол жерде де заманауи төбелес сахналарын қоямыз. Ал бұл сол жердегі көрініс, біздің командамыз, біздің мықты, керемет. Негізі байқаймыз, көптеген шетелдік компаниялар фильм түсірген кезде, мысалы, біздің қазақтың жігіттерін шақырып жатады. Неге олай? Әлде мысалы басқа жақтың бір жігіттері икемсіздеу ме? Әлде біздің жігіттер төбелеске жақын бір батыр деген атқа жалпы лайық жігіттер ғой енді? Әлде содан ба? Иә, бар, ондай бар. И көбінесе ат жайынан, атқа көп жақсы білеміз ғой. И көбінесе сол жағынан шақырады. Историческийге көбінесе. Өйткені көп адам біле бермейді ондай атқалар. Сол енді шығар деймін бір жағынан. Айтып жатырмыз каскадерде, көбіне каскадерде төбелестік сахналар бар, жаңағы биіктен құлақ деп. Өздеріңізде ең қиыны қандай болды? Бір суға, теңізге түскен кезі ба, немесе бір ұшақтан секірген кезі ба, ең қиын бір ерекшелі жарылыста болдыңыздар ма? Медегі болған жаңағы 8 метр деген сол өзімде әлі миымда қалған сол. Ол жерде су болды, бірақ тіземнен дейін келетін су ғой. Үшінші дубльде ұстамай қалды трос. Мен барып құладыңыз? Иә, қалыса кетіп қалдым прямо. Бірақ түстім, қолым ше байланған менің. Өзіміз негізі қатты байламаймыз ғой, шығып кету керек. Шықпай қалады сол кезде. Иә, аузымда ше
аузымда. Не айғайлай алмаймын, не шыңғыра алмаймын, сол есімде қалған сол күйі құлағым. бүткіл жаңағыда жұмыс атқан кісілер бар, актер бар, басқасы бар, режиссер бар, шу болып кетті. Не болды, бәрі жақсы ма? Білдіртпейді сондай кезде. Иә, шығып кеткенбіз, сондай нәрсе болған. Ол әлі есімде бар. Жұмыс, Ол кадрда қалды ма? Өйткені мен істей алмаймын деп айта алмайсың ол жерде. Мен істей алмаймын ондай жерде болмайды онда бізге. Ол кадрда қалды ма? Киноның кадрда қалды ма, әлде қайталады ма? Бар, салынды ол. Бар. Сол салынды ғой. Өзім бірақ дублер болғам. Бір актердің дублер болып істедім. Сондай болды. Енді бұл каскадерлық деген анандай ғой, жаңағы жұмыс істеп жатқан кезде барып міндетті түрде травма алып, басқа болып, кәдімгідей 7 рет өлшеп, бір ретке істеп жатамыз ғой. Ол кей кездерде бір болып қалатын құбылыстар болады, жарақат алу. Бірақ көп жағдайда біз оған арнайы дайындаламыз, уақытымызды бөлеміз. Жалпы көбірек дайындық болатын болса, ондай жарақат, жаңағыдай дене жарақаттары, басқа да жарақаттар болмайды. Сразу апара салмайды ғой бізде де. Алдына дайындық болады. Бізде сол жаңағы айтқанда, менің есімде қалғаны сол жаңа айтқандай, осы тәжірибеміз толық жетілмей тұрған кезде қолымыз сынды бір 10-шы дубльден атпен шауып бара жатқан кезде бір сахнадан найзаны лақтырады, найза тиіп ұшу керек артқа қарай. Ал жаңағы каскадерлық бізде тростар болады, тартып алады жаңағыдай. Бір дубль болады, кейде болмай қалады, кейде өздеріңіз де білесіздер, камера кейде дұрыс түспей қалуы мүмкін, неше түрлі жағдай болады. Сөйтіп бір 8-ші ма, 9-ші ма дубльда бір жағдай болып 8-9 дубль бойы түскенше ол тоқтамайды. Ол дубліміз біткенше дейін ол жерде мен шаршадым. Ерекшелігі сол жерде болып тұр ғой бұл. Қанша болады сонша сегіз. Ал ұқсауларыңыз міндет пе? Дублер болған. Ұқсау негізінде ұқсау керек. Себебі мысалы біздің жаңағы басында айтқандай бізде Қазақ Юнион деген каскадерлік тобымыз бар, сайтымыз бар, сол жақтан қарайды. Мысалы түрі келе ме актерға? Салмағы келе ме? Бойы келе ме? Бет әлпеті, жақсы сүйектері келе ме? Келіп жатса мысалы әркім командамызда 30 шақты адам болатын болса, соның кім келеді, кім жаңағыдай сәйкес келіп тұр, сол барып орындап жүре беретін болады. Енді болашақта бір қазір енді мысалы өте жоғары бағаланады ғой, егер де актерлар әрі өзі каскадер болса, барлық трюктарды өздері жасайтын болса, сіздерден бір болашақта актер болады деп күте аламыз ба? Актерлықты бірге алып жүреміз деп ойлаймыз. Себебі біз қазіргі уақытта елімізде кино дамып жатыр, бізде эпизодтық рөлдер беріледі. Енді көп жағдайда каскадер деген статусымыз болғандықтан біз каскадерлық жұмыстарды көбірек істейміз. Ал егер түріміз келіп, жаңағы режиссердің көңілінен шығып жататын болсақ, міндетті түрде ойнауға дайынбыз. Ойнауға дайынбыз, иә. Және де қымбатты көрермен, айта кетейік, бізге келіп отқан тек қана актер, каскадерлар емес, жаттықтырушылар. Иә. Бапкеріміз, мен тайский бокстан. Тай бокстан бапкер Саматовсыз. Мен базалық таэквондистпін, таэквондошы жаттықтырушымын. Әлі осы уақытқа дейін таэквондо балаларды жаттықтырамыз, өзіміздің спорт залымыз бар. Сол жерде балаларды, шәкірттерді тәрбиелейміз. Ал басқа уақыттарда уақыт тауып жаңағы фильмдерде жұмыс жасаймыз. Жалпы осы сферадамыз ғой. Шақырса барамыз. Енді сіздердің өздеріңіздің бір арман деп айтсақ болады ма? Қай салада, мүмкін каскадер ретінде бір керемет осы фильмді, осы актердің каскадері болғым келеді, дублер болғым келеді деген сияқты ма? Әлде бір қандай жобаларда өздеріңізді көргілеріңіз келеді? Бір арман, мақсат бар ма? Әлде бір ерекше трюк. Осы кісі жауап берсін. Енді оны қазақтың баласы болса да бәрінің арманы ғой негізі. Бір үлкен рөл алып түсу ойнау деген. Менің негізі арманым Рамбек бабаның соғысының несі түссе, мен арманым болған, өзім сояқтың кісісімін. Ойлағам сонда бір герой болып бәрін өзім сөп жарайтын деп ойлаған арманым болған. Бірақ енді ондай нәрсе пока болмай жатыр, болса көреміз. Тамаша. Арман орындалсын дейміз. Енді жігіттер қылыш алып келгеннен кейін келіп отқан көрерменге де бір қызық болсын, трюктер жасап көреміз ба? Әрине, болады. Ортаға мархабат, қымбатты көрермен, Алмат Тұрлыбаев. Жаңа айтқандай біз әртүрлі сахналармен қоюмен айналысамыз, бірақ біз осы жерде сәл тарлығына байланысты кішкене бір үзінді көрсетіп жіберейік қылышпен және жалаң қолмен. Сайыс қой, иә? Тамаша, қымбатты көрермен, Алмат Тұрлыбаев, Жандос Исаев, каскадерлар трюк жасайды. Ал, дене қыздыру бізде. Тамаша.
Мына қымбатты көрермен, көптеген өздеріңіз кинода көріп жүрген төбелесте сахналық қозғалыстар осында жігіттердің арқасында әдемі болып сіздерге тарайды. Жігіттер, сіздерге алғыс білдіреміз, еңбек жемісті болсын. Тек сәттілік тілейміз. Нағыз шынайы сіздер сияқты таланттарды біз тек фильмдерден көре берейік, жұлдыздарыңыз жарқырай берсін. Голливудтық фильмдерден сіздерді көріп мақтанып отырайық дегіміз келеді. Сәттілік. Ал енді құрметті көрермен, жалпы бүгін бүкіл әлемде авиация борт серігінің мерекесі екен. Жалпы борт серік ретінде қандай қыздар, жігіттер жұмыс істей алады, қандай қыздар, жігіттер жұмысқа алынады, біз дәл қазір бірге бейнематериалдан білетін боламыз.